Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге сауысқан мен көкек ертегісін айтып беремін. Олай болса, ертегіні соңына дейін тыңдаңыздар. Ертеде сауысқан мен көкек бір орманда өмір сүріпті. Олар ұялары болмай, ағаштың бұталарын паналап күн көріпті. Көкек күнде ерте тұрып алып, ұя керек деп, көршілерінің мазасын кетіреді. Бір күні сауысқан көршісіне: екеуміз бірігіп ұя жасайық. Әуелі саған соғамыз, сөйтіп келіп маған соғамыз дейді. Ек болса, менің ұя салатын уақытым да, қуатым да, қауқарым да жоқ. Керек деп айқайлай берсем, құстың бәрі ағайыным ғой, көп болып көмектесіп, ұя салып береді деп келіспейді. Сауысқан көкектің көмегін күтпей-ақ, ұя салуға өзі кірісіп кетеді. Ол ұясының қабырғаларын жас бұтақтармен таспалап, бері кетіп өреді. Оны шынымен, өсімдік тамырларымен қақтап байланыстырады. Іші-сыртын саз балшықпен сырап шығады. Кішкене бұтақтардан құрастырып, шағын есік жасап қояды. Ұяның астына мамық төсек төсейді. Ал көкектің керек деп қақсай даусы қарылып, тілі сақау болып қалады. Ол кейінгі жылдарда керек дегендерді рыны айта алмастан, керек деудің орнына келек дейді. Сондықтан жұрт оны әжуалап көкек деп атайтын болыпты. Ол көкектің бүгінгі күніне дейін өзінің ұясы да, үй іші де жоқ екен. Жұмыртқасын кез келген ұяға салып, оны басқа құстар басып, балапан шығарады. Сөйтіп оның балапандары жетім өседі. Осылайша көкек ұя салмайтын құстар арасына жатады екен. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің ертегім ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.